Әйелдер өздеріне деген немқұрайлылық пен сатқындықтан басқаның бәрін кешіреді. Өзіне ақша үнемдеген әйел көп ұзамай оның күйеуінің де оған ақша үнемдегенін байқайды. Өзіңізден ештеңе аямаңыз, себебі сіз бұл дүниенің тек жақсылығына ғана лайықсыз. Егер де әйел өзінің күйеуіне сен әлемдегі ең ақылды адамсың десе, демек ол одан басқа ақымақты таба алмайтынын біліп тұр. Сенің көңіліңді тауып жақсы түсінетін әйелді кездестіру өте қауіпті. Себебі бұл жағдайдың соңы үйленумен аяқталады. Егер де қыздың кемшілігін білгің келсе, оны құрбыларының көзінше мақтап көр. Әйелдің көздері оның сөздерінен де артық сөйлейді. Әлемді ерлер, ал оларды әйелдер билейді. Әйелдер ерлерден кейін өледі, себебі олар үнемі кешігіп жүреді. Дүниеде көңіл көтеріп, уақыт өткізетін әйелдер көп, бірақ шын сүйетін әйелді табу өте қиын. Алғаның жаман жолықса, үйіңнің іші шаң болар, ісіңнің бәрі қам болар. Сол әлімен тұрмайды, киім таңдап паң болар, әңгіме жанжал қоздырар, өзгеден өзін оздырар, жиынға киер жібекті тезек теріп тоздырар. Қай жеріңнен тойдым деп, не көрсетіп қойдың деп, тағы өзіңді жазғырар. Әйелсіз үй жарықсыз дүние. Тымырайып немесе мөлиіп отырған әйелден қорқу керек. Себебі ондай әйелден әйелдердің өздері де қорқады. Ақылсыз еркек көп ақша тапса бұзылады, ақылсыз әйел бұзылса көп ақша табады. Жұмағы бұл дүниенің жақсы қатын, шығарса ағайынға жақсы атын, гүл жүзді шырын сөзді нәзік болса, түзетсе үй мүлкіңнің салтанатын. Әйелге өзін сүйікті сезіну үшін оған үнемі көңіл бөліп отыру керек. Әйелдер өздері білмейтін құпияны ғана сыр сақтай алады. Ерінің таңданысы мен махаббатына бөленген әйел құлпырғанның үстіне құлпыра түседі. Әйелді басқарудың екі жолы бар, бірақ оны ешкім білмейді. Әрбір қыз мына екі нәрсені міндетті түрде білуі керек: кімді және нені қалайтынын. Болмайды сұлу қылықты жаман қатын, білмейді оқытсаң да сөздің салтын. Ілмелеп салған жерден кегесін деп, қылады ұрыс жанжал сөздің артын. Кетеді таң атқан соң өсек бағып, қонаққа тамақ бер деп ептеп айтсаң, жүреді теріс қарап, жылмың қағып. Әйел сүйсе әлсіз, ал сүйікті болса бақытты болады. Әйелдер өте сезімтал, себебі олар көзге көрініп тұрған нәрселерден басқаның бәрін байқайды. Ерлер өзі сүйген әйелдің алдында сақ болсын. Әйел алсаң қарап ал ақылдысын, сол болар басқалардан жақын кісің. Ағайынға туысқа қайырылса, дүниеде нағыз сол ғой, мақұл кісің. Әйелдің екі аты болған кезде ол шын бақытты, сүйікті және ана. Сұлу және ақылды әйелден көп адам қорқады. Табиғат әйелді ерлерге сүйікті ету үшін сұлу, ал ерлерді жақсы көру үшін ақымақ етіп жаратқан. Ер мен әйел ұрысы, шәй орамал құрысы.